Яғни өздеріңіз біліп отырғандай, бүгін бізде практикалық жұмыс. Яғни практикалық жұмысымыздың тақырыбы қандай? Назар салыңыздар. Биоорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы. Ал енді сапалық талдау дегеніміз не? Затты анықтау. Ал өмірде қандай талдауды білесіздер? Қандай сапалық талдауды білесіздер? Өмірде қолданып жүрген. Сіздерге мен айтқанмын өмірде қандағы гемоглобиннің мөлшерін, лейкоциттердің мөлшерін анықтау үшін, эритроциттердің, тромбоциттердің мөлшерін анықтау үшін біз анализ тапсырамыз ауруханаларға. Дәл сол анализда сапалық талдау жүргізіледі. Сол сияқты бүгінгі біздің практикалық жұмысымыз, яғни сапалық талдау болады. Ал енді бүгінгі жұмысымыздың мақсаты белгісіз заттардағы катион және аниондарды анықтау, тәжірибесінің жоспарын құру және оны практикада жүзеге асыру. Бағалау критерийлер. Яғни сіздер бүгін жұмыс жасағанда сіздер не жасауларыңыз қажет? Яғни нөмірленген сынауықтардағы белгісіз заттардағы катиондар мен аниондардың сулы ерітіндісі бойынша сапалық реакциялар жүргізе алуларыңыз қажет. Және тиісті реакция теңдеулерін дұрыс жасыруымыз қажет. Практикалық жұмыстың мақсаты жұмыс барысымен болжамы және теориялық практикалық матрица құралуларымыз қажет. Және қорытынды жасауларымыз қажет. Яғни сіздердің бүгінгі жасайтын жұмыстарыңыздың қорытындысын жасайсыздар. Олар сіздерге түсінікті ғой, жақсы. Бүгін бір жағымды психологиялық туғызу үшін мынандай не бастауым деп тұр. Өзіңізге тілегенді басқаларға тілеңіз. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік оқушылар. Жақсы, ал бастаймыз. Бүгінгі практикалық жұмысымыз. Практикалық жұмысты бастамас бұрын не білуіміз қажет? Бір қайталай, не білуіміз қажет? Яғни катиондардың яғни аниондарды қалай анықтау керек екенін білуіміз керек. Катиондарды қалай анықтау керек екенін білуіміз керек. Өйткені бүгінгі жасайтын жұмыстарымызды отырған керек байланысты. Сіздер бірге жұмыс жасамастан бұрын, яғни біз топқа бөлінеміз. Мына қатарды біз бірінші топ деп алайық, және мына қатарды біз екінші топ деп аламыз. Сіздерге қажетті реактивтердің барлығы ортада тұр. Балалар жұмыс бастай өтсеңіздер болады. Ал енді не жұмыс жасаймыз? Дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Бүгінгі бірінші практикалық жұмыс. Жұмыстың мақсаты нөмірленген сынауықтардағы заттар мен ерітіндісін басқа заттардың ерітінділерін пайдаланбай, заттардың қасиеттеріне сүйене отырып анықтау. Қажетті құралдар мен жабдықтар: барий хлориді, натрий гидроксиді, мырыш сульфаты, азот қышқылы ерітіндісі құйылған сынауықтар, бос сынауықтар және тағы белгілеріңіз. Мен формула түрінде жазып қояйын сіздерге берілген заттарды. Сақтаған формула түрінде бар. Сіздер дәптерлеріңізге жаза беріңіздер. Барий хлориді берілген бізге, натрий гидроксиді берілген, мырыш сульфаты берілген және азот қышқылы. Азот қышқылы берілген. Яғни сіздерге берілген заттар осы. Бірінші жұмыстың мақсаты қажетті құрал жабдықтар және жұмыс барысын жасауыңыздар. X. Сюда пишется як для чего?
Не стируйте. Егер түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар, иә? Теориялық матрица құрып болғаннан кейін практиканы жасай беріңіздер, жұмыстарыңызды жасай беріңіздер. Қайсы біріне ұқсайды, сол Они не мешают. Как там? Видео не мешают. Что ж, вот сейчас администрирую нашим вещам довольно много. Практикалық жұмыстарыңызды бастай беріңіздер. Болдыңыздар ма? Практикалық жұмыстарыңызды бастай беріңіздер. Бірінші қайшы бірмен екі практикалық жұмыстарыңызды жасап бастаңыздар және белгілеп отырыңыздар матрицаға. Бірінші сыныптен екінші сыныпты, иә? 1 мен 2-ті, 1 мен 4-ті. Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, бастай беріңіздер. Абай, ана жердегі Барынан істеу керек деп. Қаншаман жасайды?
Болдыңдар ма? Мынау осындай болады. Сөйтіп па? Переходим. Енді практикаға кетеміз әрі қарай. Давайте мне Ортаны говоришь. қойып. Сауатта сауат зерттесін не болады? Давайте. Бір мен, екі мен. Бір мен екі болсын. Бір мен екі. Үйден болған жоқ. Сізге жоқ па екен? Бір мен екі минус. Тогда бір мен екі минус. Тогда минус. Бір мен екі. Бір мен үш. Бари бір несі, бари қарайды. Да нет, запомните, стой. Смотрите, біз казекена, біз казнаныстер қой. Сознание шықса, тағы бір менен осы. Ол жерден өзгереді. Өлем қатты. Болды осылай. Да, түсінбеді ма? Түсінбеді ма сондай? Ақтұмба бізде қайсы? Ана неше мен неше? Бір мен екі, бір мен үш. Бір мен төрт. Бір мен төрт. Бірдік По-моему, это Барри Флорида. Бари Флорида шығу керек па? Как раз онда тұнба түзу керек, немесе түзу керек. Томми. Неге кештің тұзында? Ақта? Ақтұмба шығу. Бір мен төрт па? Тұнда келесің. По-моему, нет. По-моему, бір это Барри. Точно? Өйткені, смотрите, біріншісіне шықпады ғой, екіншісіне тұнба шықты, а жоқ. Дальше. Екіншісі, үшіншісі. Екі мен бір ма енді? Екі мен үш. Әкелек мен шасы. Екі айда. Мен қолыма тамыз аламын, байқаңдаршы. Болды ма? Тағы да қосып көр. Тұнба шығып жатыр, тұнба. Әне ағарып тұнба шықты. Тұнба болды, тұнба. Дұрыс тұнба шаты. Нишандағы екі мен үш болды. Екі мен үш. екі мен үш қандай шықты? Мынау ма? Стой. Стой. Это что такое? Ну, первое скотчем стало. Можно я не буду? Подождите. Сюда төрт добавила. Төртті бір Қайсы сауатқа қай қосылысы екенін анықтайсыздар. Бірден істемедік қой. Мысалға қай нөмірді сауатқа анықтайсыздар. қайсымен қайсы? Ұстап тұрайын. Там астында видишь, порошок Астында. Құрметті оқушылар, практикалық жұмысты аяқтады. Енді практикалық жұмысты біз былай бағалаймыз. Яғни бағалау статистикасымен критерийлерін айтып өтейік. Сіздерге жалпы 12 балл береді. Қорытындысын айта қойыңыздар жұмыстарыңыздың. Бірінші топ бастаймын. Бастаңыздар. Бізде бір санның артынан натрий гидроксиді тұрды, екіншінің артынан азот қышқылы, үшінікінен мырыш сульфаты, сосын төртіншісіне барий хлориді. Барий хлориді, иә? Жақсы. Практикалық матрицаларымыз теориялық және реакция теңдеулері, иә? 6 реакция теңдеуі бар ғой? Жақсы. Керемет, келесі екінші топ. Бізде біріншісінде мырыш сульфаты, екіншісінде фитер гидраты, үшіншісінде барий хлориді, төртіншісінде натрий гидроксиді. Біздің реакциялық теңдеуі. Реакция теңдеулері, теориялық матрица және практикалық матрицаларымыз. Жақсы. Қосымша сіздердің дәптерлеріңізді тексеріп, сол бойынша бағаларыңыз анықталады. Бүгінгі практикалық жұмысын өте сәтті өтті, иә? Жақын өздеріңіз жасадыңыздар. Енді бүгінгі практикалық жұмысымызға келер байланысып кетсеңіздер. Және әсерлі болды. Осы практика
қосылып қандай басшыларды көргеніміз өте Бұл практикалық жұмыс өте қызықты болды. Мен көп нәрсені білдім. Әсіресе әртүрлі реактивтерді қосқандағы нәтижесінде не шығатындығы өте қызықты болды. Әр реактивтерден әртүрлі заттар шықты. Тамаша болды. Жақсы. Иә, Алайхан. Бүгін сабақ маған қызық болды. Біз бүгін сабақта сапалық реакциялар тақырыбын өттік және де теориялық материализация мен есепті шығардық және қасымға шығардық. Жақсы. Жақсы рахмет. Оқушылар бүгінге сабағымыз аяқталды.